айда 8 сағаттың ішінде өздігінен босанбаған жағдайда оны кесіртілігін жасау арқылы баланы дүниеге алып келіп жатады. Қазақстанда протокол негізінде ата-аналардың пікірін талап етеді, көбінде қосылмай жатады. Қазақта бір мақал бар: қара тұяқ қарында қалмайды, өздігінен босанады дейді. Ол кезде апаларымыз қалай болған дейміз? Аттың жалы түйенің қомында жүріп, экологиялық таза тамақтармен тамақталған. Сол себептен оларда күш-қуат бар, өздігінен босанатын мүмкіндік бар. Әзір мына экология қаншалықты бұзылып жатыр. Ішкен-жеген тамақтардың барлығында химикаттар бар. Туыт аналардың көбінде жаңағыдай күш-қуат жоқ. Сол себептен жаңағыдай өздігінен босану мүмкіндігі өте азайып отыр. Құрметті ата-аналар, негізі көңіл бөлетін нәрсе чарана суы. Чарана суы әдетте туыт анасының бойынан кеткеннен кейін 8 сағаттың ішінде босану керек. Өкінішке орай ата-аналарда медициналық мекемелерге жай барып жатады. Онан кейін барғаннан кейін де медицина қызметкерлері 3-4 суткаға дейін өзің босанасың деп баланы жаңағындай роддомда сақтайтын жағдайлар болады. Сол себептен осы барыста бала іште оттегі жетіспей, ми қан тамырларының жаңағындай зақымдауын келтіріп шығады.